Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін біз күнделікті киюге арналған етікті жасау, құрастыру шеберханасындамыз. Яғни бүгін сіздерге өндіріс барысын сырттай көрсетіп, қалай жасалу, құрастыру барысын сіздерге таныстыратын боламыз. Ең басты, ең бірінші айта кететініміз, бұл біздің қолданатын таза былғармен, яғни таза сапалы былғармен жұмыс істейміз. Соны айтқымыз келеді. Қазір бізде міне былғарыны пішу процесі жүріп жатыр, яғни кройный отделдамыз. Ең алғашқы пішіп, осы жерден жаңағы алғашқы процесс осы жерден басталады. Бұл құрастыру бөлімінің тігін бөлімшесі. Осы жерде барлық пішілген детальдар толықтай тігіліп шығарылады осы жерде. Құрастыру бөлімінен кейінгі біздің келесі аппаратымыз станок, яғни колодкаға жаңағы шегелерін қағып дайындайтын арнайы аппарат. Және де мен айтқым келгені, бұл біздің барлық қолданылатын жабдықтар, аппараттар итальяндық, яғни толықтай 100%-ық сапаға кепілдік береміз деген мақсатпен. Келесі операция бұл жерде автоматты түрде табанына клей жағылады. Ол да кез келген жеріне біркелкі жаңағы желім клейдің жағылуына осы аппарат жауап береді. Бұл да итальяндық аппарат. Келесі назарларыңыздағы құрылғы аппарат, бұл аяқ киімнің өкшесін шығаратын аппарат. Мысалы үшін әркім өз аяқ киімін байқап қараса, бұндай өкше болуы міндетті. Бұл жерге ступинатор деген материал салынады. Айтып өтейін, бұл да итальяндық материал. Ең бірінші процесс плюс 150 градус ыстықта қыздырылады 15 секундта. Кейін минус 150 градус суықта аппаратпен бастырылады. Бұл дегеніміз мәңгілікке осы өкшенің формасын сақтап қалуға осы аппарат жауап береді. Келесі құрылғы аппарат пресс деп аталады. Бұл да итальяндық құрылғы. Қараңыздар, біз мына жерде арнайы қазір етіктің басына ою салып жатырмыз. Мына құрылғының өзін Турциядан арнайы заказ бергенбіз. Қазір жұмысын сіздерге көрсететін боламыз. Осындай әдемі көркін келтіреді аяқ киімнің басында. Келесі соңғы процесс бұл аяқ киімнің табанын осы етікке жапсыру процесі. Бұл жерде ең маңызды айта кететін жай жаңағы обезжириватель дейміз, яғни майлылығын алады, кейін желіммен, яғни клеймен екі слой клей жағылады. Одан кейін бұл жаңағы қыздыратын аппарат, яғни аяқ киім белгілі температура, белгілі мөлшерде қызғаннан кейін ғана барып аяқ киімге жабысу керек. Аяқ киімге жабыстырғаннан кейін бұл жерде жаңағы вакуумный аппарат дейді. Қазір толықтай процесті сіздерге видео арқылы назарларыңызға ұсынатын боламыз.